Бүгінгі таңда мынау мемлекет, қоғам қайраткерлерінен кімді сіз үлгі ретінде атар едіңіз? Мен ешкімді білмеймін. Нақты адамды айта алмаймын. Рысбек Сәрсенбайұлы, мысалы, Алтынбек Сәрсенбай енді жоқ, қайтыс болып кетті. Нұрқадилов атамыз болған. Қазір достойный адамды көріп тұрған жоқпын. Білмеймін, биікте кім дұрыс адам бар екен. Димаш Құдайберген, у кого я знаю. Баян Мақсатовна. И только их, наверное. Менің өзімнің мүмкіншілігім болып атқан жоқ. Телевизор қарау, қазіргі жаңа басқарманың аттарын есіме сақтау. Сол тек қана өзім Ринат жақсы көргеннен кейін соның нелерін көп көремін да. Сол жына кімді айтсам мемлекет қайраткерлерінен. Есіме түсіп тұрған жоқ, кешіріңіздер. Мемлекет, қоғам қайраткерлерінен кімдерді үлгі тұтар едіңіз? Өшірсаңыздар. Президент алатынын қоғам үлгі ретінде. Мына кімді ақын кім еді? Ринат Зайтов. Шындықты айтады да. Қазір жас мамандар бар ғой. Біреуін айталам, Дәулет Мұқаев. Депутат қазір. Сондай жастар өссе екен, президент екен, например, сол кісі лайықты. Дәулет Мұқаевты айталам, басқасы есіме түспей тұр. Қазір депутат Бақытжан Базарбек бар, жақсы сөйлейді, тыңдаймыз енді. Мақсат Толықбаев бар, Ринат, Нартай, солар енді жақсы кәдімгі депутаттарға үкіметке айтады, қандай мұндай жағдайларды. Қалғандардың бәрі отырады ғой, үндемейді. Бәрі соған солай сияқты болса бәрі. Бұрынғы отырғандар енді көп қой. Бұрын әлгі Нұртай Сабильянов жақсы көретінмін. Енді 86 жыл алаңға шыққанда болғанбыз. Сонда көргенмін мен. Аз вида ма, сықида ма оқыт. Қазір үндемейді, отырады. Назарбаевтың кезде Назарбаевты вақтат, қазір енді үндемейді. Сол қой енді, амыналар енді кәдімгі бетінде айтады. Солай болу керек қой депутат, халықтың атынан сайланғаннан кейін. Жанашырлық Ринат Зайтов шығар, мен сол кісінің сөзін көп тыңдаймын, басқа білмеймін. Руслан Берденов, сол депутат республиканың. Ол мысалы, мен былай подкасттар тыңдаймын, оның былай бизнесін қараймын. Ол мен ойымша ең беделді адам, және ол мәдениетте, сөйлеу мәнерде өте әдемі. Басқаларды енді аса қатты қармаймын, бірақ былай айтатын болсақ, біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, өйткені сол кісі көптеген тілдерді біледі. Бұрынғы тұлғалардан Қонаевты, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты үлгі тұтар едім. Себебі Советский Союздың құрамында болған өзінде де Қазақстанды қорғап тұрған деген сияқты. Ал бүгінгі таңдағы мемлекет, қоғам қайраткерлерінен кімді атар едіңіз? Бүгінгі таңдағы Енді қоғамға, елге пайдасы тиетін азаматтарды, азаматшаларды жақсы адам деп айтуға болады қазіргі уақыттағы. Бар ғой енді, жаңа Ринат Зайып мысалы көбінесе сөйлейтін сол кісі ғой. Маған, например, спортшылар қызық. Жанқош Тұрашевтар бар, Геннадий Головкиндер бар, Қанат Ислам. Әрқайсысынан өзінің алатын плюстары бар. Мысалға Қазақстанның қарапайымдылығын аламыз. Адамгершілігі. Бұл барлық спортсмендер де бар деп ойлаймын. Сол сияқты мен көбіне спортсмендер, боксерларды үлгі аламын жалпы. Бір кезде сөйлейді да, сосын жаңағы жоғары жаққа қарай кеткенде жоқ істер басқадай айнып кетеді, екі сөйлеп кетеді. Халықты кішкене ұмытыңқырап кетеді. Сондықтан мен сондай бір өзіме бір тұтатын қайраткерді көре алмадым, бәрі алып кетеді сөздерінен. Аттарын өлемін, бірақ былай көріп қалдым тиктоктан. Бірақ былай білмейді екен оларды. Қатты танымайды екен. Аттарын өлемін ондалардың. Танитын соңғы Тоқаев қана ғой, сол Тоқаевпен көп үйренемін. Оны айта алмаймын. Қазір кімдерді тыңдап жүрсіз? Мысалы, WhatsApp-тан, әлеуметтік желілерден кім бар депутат? Тыңдамаймын ондай. Жоқ, ешкімді айта алмаймын. Жоғарыда отырғандар бәрі қалтасын алады ғой бәрін. Оны айта алмаймын. Білмеймін, бұл сұраққа нақты толық жауап бере алмаймын.